Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге овсяный блиннің рецептімен бөлісетін боламын. Қазақша айтқанда сұлы жармасынан дайындалатын құймақтар өте дәмді, тойымды, витаминге толы таңғы ас міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 150 граммдай сүт құямыз. Сосын кішкене тұз қосып жеріп, 1 ас қасық шекер саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Негізі бұл құймақтарымыз өте тез дайын болады, әрі тойымды, витаминге бай. Осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар 4-3-тік шығатын болады. 8-9 ас қасық овсяныйымызды саламыз. Яғни сұлы жармасын. Енді осыны біздің құймақтарымыз жыртылмай, әдем болып шығу үшін блендердің көмегімен сұлы жармасын езіп аламыз. Қатты айналдырудың қажеті жоқ. Кішкене езілсе жеткілікті. Неке осындай масса дайын болды. Қараңыздар, қатты сұйық емес, қатты қою емес. Осындай болып шығады. Енді осыны қызып тұрған табамызға пісіріп алатын боламыз. Кішкене май құйып жеріп, табамызды жақсылап майлап аламыз. Табаңыздың көлеміне қарай енді аз көптігін мөлшерін көз мөлшерімен құясыздар. Осындай мен 1 шөміштен құйдым. Бетін жауып пісірсеңіздер тез піседі. Неке піскендігін бетін осындай шариктер шығып өз байқалады. Екінші жағын аударып пісіреміз. Негізі бұл құймақтар өте тойымды болып келеді. 1-3-тігінің өзіне 1 адамға жеткілікті. Осы рецепт бойынша сіздер 2-3 есеге көбейтіп, немесе азайтып жасай бересіздер. Дәл осы 8 қасық овсяный мен 150 мл сүтпен 4-3-тік шықты. Менде табаның размеріне қарай сіздерде әртүрлі шығу мүмкін. Егер сыр қосатын болсаңыздар, осы сәтте екінші жағын пісіріп алған соң, осылай сырды бетіне сеуіп шығып, сыр ерігенше күтеміз. Міне сырымыз еріді. Енді осыны 2 бүктеп шығарып аламыз. Қандай начинка қолдану өз қалауларыңызша. Мен осында изгишонканы жақтым да, сосын арасына балдарым жақсы көрген бананды қойып шықтым. Банан, малина, клубника, қалаған жемістеріңізді қолдануларыңызға болады. Бұл енді өз қалауларыңызша. Осылай біреуіне сыр қосып, қалғандарына банан қосып жасадым. Бетіне қалаған өздеріңіз фантазияларыңыз бойынша әдемілеп шықсаңыздар болады. Мен жай ғана осылай изгишонканы, сосын асқабақтың дәндерімен шоколадты қолдандым. Неке біздің таңғы асымыз дайын. Қараңыздар, өте жылдам, әрі тойымды, витаминге бай таңғы ас. Егер балаларыңыз каша жемейтін болса, осындай пайдалы таңғы ас дайындап беріңіздер. Қазір міне сырды мен сіздерге бөліп көрсетейін. Сырмен дайын болған. Мен қолданған сырдың майы төмен пайыз. Сол үшін осындай болып шықты. Егер майлы сыр қолдансаңыздар, бұдан да қатты созылып әдем болып шығады. Ал ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.